Ғалымжанқызы, Қарабалық ауданы әкімінің хатшысымын. Кіріс және шығыс қоңыраулар құжаттар мен хаттарға мемлекеттік тілде жауап бере отырып, тіліміздің қолдану аясын кеңейтуге үлес қосамыз деген ойдамын. Қысқа мерзімде өткізіліп жатырған бұл курс қашықтықта өткізілуде. Жұмысымызға еш кедергісі болмады. Бай тіліміздің қай салада болмасын қолдануына мүмкіндік тудырған жөн. Мемлекеттік тіл мерейі үстем болсын. Менің есімім Ергайина Жанат Қосылбайқызы. Мен мемлекеттік тілді оқыту қысқа мерзімді курс тыңдаушысымын. Аталмыш курс мекеме қызметкерлерімен әріптестік байланыс орнатуға, пікір алмасуға көп септігін тигізді. Мемлекеттік тіліміздің мемлекеттік мекемелерде неғұрлым таза әрі дұрыс қолданылуын құптаймыз. Мемлекеттік тіліміз дами берсін.